Сымақесы, сіз не істеп отырсыңдар? Отырамын, қызым қасыма. Мен Мұқағали Мақатаевтың кітабын оқып отырмын. Саған бір өлең жолын оқып берейін, қызым. Тағы міне қоштастым бір күніммен, қош айтыстым бір күнге тірлігіммен. Тоқтатып көр толассыз қозғалысты, түссең дағы тағдырдың кіндігінен. Қызым, сен маған 3 бақытын оқып берші кәнекей. Мұқағали Мақатаев 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соңан берем ойымның алтын келім. Ол болғыша мен бармын, қор болмаймын, қымбаттыран алтыннан нарқым менің. Ай күнді бақытам тылам менің, тас жүректі тыламмен тылым дедім. Кегеден, дөнеден, түміл сенден, қасиетті тылмен түңілмедім. Бақытым бар ұшымты отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. 30 жыл кенданғанда жан басым ба, ойланбай екеуіңдегі отан менен. Ой, жарайсың, қызым. Жарайсың, қызым. Жарайсың, қызым. Енді келе ұшыңыздан қақырай. Тіптің өлшеп көрейін басына. Кішкене дұрыстау керек екен, саған кішкене қойыпты. Қызым, мынау не екен білесің бе? Не? Тақия. Дұрыс. Тақия бұл ерлер де, қыз келіншектер де киетін қазақтың ұлттық бас киімі. Оны көбінесе бақыт матадан, немесе жібек матадан тігеді. Міне саған моншақпен, оюмен және үкісімен тіктім. Ұнады ма?